ашаршылық деген бір мекемеге, бір мәліметке, бір облыс ауданға қатысты емес, тұтас мемлекетті қамтыған өте күрделі мәселе. Ол үшін сол тұстағы мәліметтерді және менің архив деректерін қарағанда сол мәліметтердің өзі үшке бөлінетін мәліметтерді бір-бірімен салыстыра отырып қарау керек. Ең жақсысы әр ауылда ауыл советтер жабылғанда ауыл совет жабылды, кісі қалған жоқ деген мәліметтер бар. Сол ауыл советте қанша адам бар еді? Аудан, мұнда аудандық партия комитетінің жіберген есептері, ол әрине өтірік. Екінші, аудандық атқару өкімет соның жіберген мәліметтері. Үшінші, КГБ-ның мәліметі. Осы КГБ-ның мәліметін толық салыстыру керек. Өйткені КГБ-да ол әр мал басы, есеп шығыны неге деген сұраққа ертең олар жауап беру керек. Ол сондықтан да жоғары жаққа бәрін жеткізіп отырған. Әрине олар ішінде байлардың қастандығы, жалпыламай малды сойып тастаған, байлар қашып кеткен дейді. Байлардың бәрін жер аударып жіберді, енді орында қалғандар кімдер еді? Әр үйдің жан санының басы 26 жылы санақ жүргізіліп тұрып есепке алынған. Ол конфискацияға және үлкен ашаршылыққа дайындық болады. Содан кейін біз ашаршылықтан құтқарды деп жүрген адамдар 27 жылы жылдамдатып мойынсерік көтейік деп республикалық үндеу жасап, партия мүшелерінің активтерінде жиналыс жасап, нұсқау берген. Осылардың барлығы сараланып тұрып жасау керек. Сонда ғана ашаршылықтың зардабы, шығыны, оның негізгі себептері ашылады. Сонда ғана Голошокиннің бұл жоспарын мен толық қолдаймын. Сталин деп қойған қолдың ар жағындағы ұлы қасірет ашылады. Мысалы, осыдан бір 20 жылдай бұрын бір әйелдің күнделік шықты. Сол күнделікте бұл не деген қасірет? Бірде-бір орыс ашаршылық тартқан жоқ. Көршісінің шошқасы картопия жеп жатыр. Ал қазақтар аштан өліп жатыр деп жазған. Бірде-бір орыс ауданы, орыс поселкасы ашаршылыққа түспеген. Олар бірінші бақшасы, екінші шошқасы, үшінші олардың ауыл шаруашылық белгілемесі мүлдем басқа. Құлақтарға қойылатын заңдық жаза бар ғой. Мынау құлақ деп айдалды дейді. Ол жоғары. Ал жеке басындағы жеке сиыр, шаруашылық, ол сол крестьянның өзінің малы. Өйткені ол крестьян. Заңның өзі қаулы 27 жылғы себебі орыстарға қарсы емес, қазақ байларын конфискациялау деп тұр ғой. Бөліп алынып тұр. Ал мұндай жағдай Украинада болған. Украинада да негізгі себеп осы. Сталиннің өзінің үш түрлі бағыты болған. Украиндарды, қазақтар, Закавказиядағы
ұлттарды шектеу. Закавказьеде чечен, ноғай ұлт. Ноғай ұлтын есепке кіргізбей қойды ғой. Содан кейін шекаралық ыңғайда Тәжікстан, Қазақстан, Украина. Ал бұл заңдар Белоруссияға, Орта Поволжьеға жүрген жоқ. Бұны ешкімде бас-басына санап айта алмайды деп ойлаймын. Өйткені жаңа кеткендердің ішінде қайтып оралғандары бар. Мұның ең бір ұстанатын формасы 1926 жылғы санақ пен 1939 жылғы санақтың айырмашылығын жасау керек. Және ол санақтың мына Қазақстан орталық комитетіндегі санақ есебі емес. Ана Бройда деген санақпен айналысатын академик болған. Солардың құпия есебіндегі санақтың салыстыру керек. Ал 49 жылғы санақ кезінде Қазақстандағы қазақтың саны миллионға жетпеген. Сонда 31 мен 37, 41-45-тің арасында қазақтың шығынын есептесең, соның барлығы кеңестік қырғын саясатының жемісі. 49 жылғы қазақтардың Қазақстандағы саны 1 миллионға жетпеген. Нақтысын ұмытып қалдым, бірақ қарасаңдар болады. Тарих ғылымының ішінде демография деген үлкен сала бар. Оларда халықтың саны, шығыны, оның өсіп өліміне себебі түгел қамтылады. Мысалы 1946-49 жылдың арасында шығыс облыстарында Семей, Өскемен, Талдықорғанда оба, қызылша індет аурулары болған. Қырылым көп болған. Ал кей жылдары ол Орал облысында етек алған. Оның демографиялық себептері, сан эпидемия станция, олардың барлығын басын қосып отыратын статистикалық орталықтар бар ғой. Оның енді екі жарияланымға дайындалған нұсқасы, нақты нұсқасы бар. Бұл міндетті түрде бар. Шындығын айтайын, статистика мәселесі реттелмей, мемлекеттің даму бағыты толық анықталмайды. Ашаршылық мәселесі Қазақстанда тұтастай жан-жақты зерттеліп, өзінің саяси, экономикалық, демографиялық бағасын алған жоқ. Тек былтыр ғана бір халықаралық конференция өтті. Сонда Ресейдің елшісі Голодомор, геноцид деген сөзді айтпаңыздар. Бұл Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасына бөгет жасайды деді. Бұл мәселеге саясаттандырып жіберілген көзқараспен қарауға болмайды. Тағдыр күйінде қалу керек. Біз қазір мемлекеттік тарих институты ашаршылық мәселесімен зерттеуге кірісті. Олардың қаншама құжаттарға кірісіп жатқанын мен білмеймін. Бірақ ол деректердің өзі бер жағындағы деректер. Мен шет жағасын көрдім. Ал ондағы тарихшылар не нәрсе екенін біледі. Менің әлгі ғылым тәуелсіз болу керек деп зар қағып жүргенім осы. Ғылымның нәтижесі жақсы ма, жаман ба? Шығу керек. Халық білу керек.